Мынау не ал? Міне, қарашы. Мынаны жеу керек қой, бұны басқа вариант жоқ. Бәрін дамын көруім керек та, сондай бір әдетім. Мына еріктер шашылып қарашы. Не мынау? Тегін жұмыс жатыр ғой, тегін ақша ғой мынау деген. Ақша шашылып жатыр ғой, ақша. Мынау деген бәрін не берген, а? Береке ғой, мынау қарашы. Жоқ, ананы сұршы. Төгіліп тұр ғой мынау. Бір. Не деген келмеді, мынаған ма? Қып-қызыл күшті алма ғой. Оқ дей. Машина жолда. Әр ағаштың дәмі әртүрлі ғой. Байқадыңыз ба? Мынаның шырыны ағып тұр. Мен бар ғой, бір жаман әдетім бар ғой. Алманы жумай жей саламын да мен. Сіз кәдімгі нағыз ауылдың баласы ма? Түрін көрініп тұр. Қалай? Тәтті ма? Тегін алма? Керемет. Жері шашылып отқан. Осыны орыс кемпірлер жинап алып Тимирязев көшесіне сатады дейді, отырып алып. Қарашы. Сонда көшеде өсетін жемісті мен бір байқағанымша. Ешкім теріп жинап алмайды екен. Намыстана ма, қандай оймен білмеймін енді. Жалпы тегін болған соң алмай ма? Көшедегі жемістер шашылып қалады көбіне. Ешкім алмайды. Мен жеп көрейін. Бисмилля. Кет, өрік бар қате қанша өрік шашылып жатыр. Мына қара. Керемет, сочный, Жeraға, мынау бар ғой? Мынаның шырыны ағып тұр. Қарашы, кейбір алмалар құрғақ болады ғой, суарылмаған болады. Сочный да? Сочный деген шырыны ағып тұр деп айтып отырмыз. Шырынды. Мысалға, осыларды не жинап алмасқа Жeraға? Жинайды? Толтырып пакетке салып алып кетсең де. Мынандай жидек бар ғой, жиде дей ме? Қызылында сырттан. Соны жесең барғанда бір далаң шөптің жасыл деген дәмі шығады ғой. Мынада да бір кәдімгі жасыл дәм бар да, жасылдың дәмі бар. Мысалы, біздің үйде өседі алма. Ешқандай несіз өскен ғой, мындай емес бірақ. Табиғи ғой. Ешқандай жасанды көмектесіз. Енді мынаны қараңыздар. Мынау не ал? Міне, қарашы. Мынаны жеу керек қой, бұны басқа вариант жоқ, қарашы. Кәм. Көріңіз ал, дәмін көріңіз. Ортасын ашып жеу керек, бұны ішінде құрт болуы мүмкін, да? Дұрыс. Алмамен өрік араласты, бірақ керемет. Миыңызда бір жарылыстар болған жоқ па? Дәм. Миымда жарылыс, миым сигнал асқазанға жіберіп жатыр. Дайындал, мынандай бір. Жедей ма? Керемет бір. Қорап келе жатыр, алатынды алып қал, жылдам деп. Мына жер шашылып жатыр, мынаңыздар. Мынау енді бейшара биыл енді қанттың бағасы қымбат әйтпесе. Қарашы, 20 демей қойын енді бір 7-8 метр радиусте үлкен өрік дән шашып жатыр. Мына қараңыздаршы, қып-қызыл ғой, мына қараңыздар. Қып-қызыл болып тұр ғой, Жeraға піскен ғой, қараңызшы мынау. Ешкім жинап алмайды, қарашы. Мына қып-қызыл болып піскен кәдімгі ғой, мына. Қып-қызыл болып піскен да. Мына. Кәдімгі. Дәмін көрейінші мен бір. Бір қызығы, әр ағаштың дәмі әртүрлі ғой. Байқадыңыз ба? Мынаның көйлек, ананың көйлек. Бір жерде тұр. Жартылай піскен екен. Не деген дәмді мынау, мына қараңыздар, мына жақ былай кете береді. Мына жақта вообще мына жақта былай төгіліп жатыр Жeraға. Аскен негізі Сарқырамыға бармай осында жайып қайтып кетсе қалай болады? Мына қараңыздар, төгіліп тұр ғой, төгіліп кәдімгі. Бейшара. Ары қарай да еріктер, ар жағы кетіп жатыр. Алмұртта бар шығар, бір жерлерден. Бар болады. Аске, мына жерге не жинап алу керек екен. Просто ешкім жинамайды да, сырап қой, қарашы. Сырап, алманың дәмі қандай? Алма керемет қой. Ал тағы да. Аламай қалдым ғой. Тарадам. Хей! Ашкемді былай сағып олай. Тарадам. Тау! Бір алмасаң екінші тегін. Менің нем түсті ғой. Бір алмасаң сенікі түсті, қарашы не. Қарашы, не деген келмеді, мына қып-қызыл күшті алма ғой.
Ох ти. Машина жолда қалып кетті екен. Иісі қандай күшті. Мына Ана өріктерге қырышқа шашылып жатыр. Құдай сақтасын. Мынаны бар ғой. Мына еріктер шашылып қарашы мына. Не мынау? Тегін жұмыс жатыр ғой, тегін ақша ғой мынау деген. Ақша шашылып жатыр ғой, ақша. Ё-моё, ақша шашылып жатыр ғой, ақша кәдімгідей. Мынаны бар ғой, мен саған бір нәрсе айтайын ба? Мына өріктің дәнім бар ғой. Бізде жинамайды. Бірақ мынаны Қытайда килограммен сатып алуға білесіз ба? Солай ма? Қытайда осы өрікті алады да, осы өріктің дәнін жинап алады да, соны килограммен сатады. Ішіндегі өріктің миндалі бар ғой. Миндаль. Соның миндаліне масло шығады. Біз базардан барып біз аламыз сосын. Жоқ, ол миндаль, ол масло, май шыға ма? Мынаның ішінде сығады да, ішінен мына май алады, майы деликатесный май болып саналады, өте қымбат. Мына май қаншасынан қазір 1 литр мал шығуы мүмкін, бірақ қымбат та. Ақша жоқтар осыны жинайды Қытайда. Мен тауға бара жатырмыз, тауға бара жатқан жолда. Енді дала деген бар ғой, далада ерік ағаштар бар ғой, көп. Ерік деген шашылып жатыр. Өрік негізі, бұл кісі ерік деп айтады. Мен ерік деп айтам, бұл кісі өрік деп айтады. Өрік деген көп, өріп жатыр. Алма деген көп, ерік деген көп. Қышасы келіп жинап алса болады екен ғой. Ераға. Ал не болды? Жұмыс жоқ дейміз. Міне слива тұр. Қойш. Слива жатыр. Піспеген әшекі. Не бәрін бір жерге қылай өзі. Бәрін дамын көруім керек та, сондай бір әдетім. Пісетін ол Алла қаласа жақсы болады осын. Әдемі болады. Пісуі бар екен әлі. Пісуі бар. Слива. Қара өрік дей ма қалай? А? Не қара өрік, не сары өрік десейші. Аха. Масқара ма, жинап алу керек қоя. Қарашы. Мені варенье қылыңдаршы деп тұр ғой. Мына жерге қарашы, мен жераға. Мына бір жерге қарашы. Мынау жерге жеген дән, бергені. Береке ғой, қарашы. Жоқ, ананы сұршы. Көгіп тұр ғой, тегі берекелі болып.